Жер бетіндегі әр ұлттың өзіндік болмысы, табиғи сипаты бар. Дәстүрлі қазақ қоғамы қашанда бөріктілерді пір тұтқанмен бұрымдыларды төмендеткен емес. Жаны нәзік деп көңіліне қараған, қонақ деп әке шаңырағында төрге шығарған. Даланың ерке елігіндей қызына тіл тисе, рулы елдің тайлы тұяғы атқа қонған. Халқымыз қызға бір отбасының ғана емес, бір рулы елдің, қала берді ұлттың ар намысы деп қараған. Сондықтан теріс мінез, оғаш қылығына қырық үйден тыйым салған. Себебі бүгін тұлымшағы желбіреген қыз баланы ертеңгі ибалы келін, абзал ана деп сыйлаған. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын деген даналық имани тәрбиеге байланысты айтылған. Келіннің келген жерінде жақсы жар, дана келін болуын өскен ортасымен байланыстырған. Дәстүрді бойына сіңірген келіндер текті ұрпақты дүниеге әкелген. Сол елдің ырысын арттырып, өрісін кеңейткен. Елдің батырында, ақынында, дүлдүлінде, бұлбұлында дүниеге әкелетін алтын құрсақ ана. Қоғам құндылығы адам болса, сол адам деген лайық азаматты тәрбиелеуде әйел затының пешенесіне жазылған. Яғни тал бесіктің тәрбиесін әйелдің қолына ұстатқан. Елге үлгі болар ананы қазақ ұлы санаған. Ислам діні әйелдердің дәрежесін көтерген. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әйел мәртебесі нәзік жандыларға көрсетілген құрмет, құқық және қорғалуымен өлшенген. Ел мен ерге сын болған кезеңде әйелдер қоғам жүгін қайыспай көтере білген. Әділдігін айтып, ұлтына рухани ұстаз болған.